Сәлеметсіз бе, директор? Я не болып қалды, айта бер. Не болды, көңіл күйің жоқ қой, мен аяқта жұмыс жасап жатырмын. Ой, сізге бір шұғыл бірдеңе айтқым келіп тұр. Я не болып қалды, айта беріңіз. Тез айтсаңызшы, енді адамның несін сүрмей. Тамақ керек па, балаларға бітіріп тастады ма? Жоқ, одан да жаманы. Сізге барлық жағдай түсіндіріп берейін. Бүгін негізінде замен адам мен емеспін ғой. Бүгін кім ғой, ана бір Лунар апай ше. Сол Лунар апай бүгін балаларға сабақ өтпей қойған, сол сабақ өтпеген. Одан кейін жарайды, енді сабақ өтпей қойсын онда. Бүгін соңғы күн ғой, өтпей қойсын. Енді балалар бәрі быжы-быжы бітті дегендей, сол үшін өтпей қойсын, жарайды. Жоқ, оны айтып тұрған жоқпын. Сабақ өткен жоқ, олар сразу ойнап кетті. Сосын ойнайтын жаққа барып ойнағызайын деген ғой. Содан ол андай не таңғы астарын ішпеген. Одан кейін таңғы астарын ішпегеннен Лунар апайлары күнде каша сондай бергізбей қояйын деп ойлап, оларға андай не бересі суши пицца заказ деген ғой. Сол суши пиццаға кет қалған. Сосын балалар өздері қалып қалғанда, мен ол кезде вообще ешқайда қарамай отқам. Ол кезде мен Лунар апай қараған шығар деп ойлап қалдым. Одан кейін балалардың барлығы жетімдер үйінен қашып кеткен. Не? Мүмкін емес. Жоқ, мүмкін емес. Ол қалай қашып кетті? Сонда бізде күзетшілеріне қарап отыр, ona уборщикіне қарап отыр. Түсінбедім вообще сөзіңді. Жоқ, тыңдаңызшы, ол андай, ол Лунар апай жоқ кезінде олар ана есіктен өтіп кеткен. Одан кейін уборщик оларды жібермеген, бірақ та олар уборщикқа сөз қайтарып қашып кетті. Не? Мүмкін емес. Біз осы 4-5 баланы бағалмасақ не үшін не қарап отырмыз? Қанша мұғалім қарап отыр мына жақта? Болды енді, бір күн берем, бір күннің ішінде сол 4 баланың 4-еуде аман есен ешқандай жерлері ауырмай, біздің қайтадан жетімдер үйіне келсін. Әйтпесе жұмыстан барлығымыз шығарамыз, даже мен де шығып қалуым мүмкін. Тез табыңдар. Ана Лунар ағайда немене не қарап жүр, сол Лунар ағада күзетшілер бәрін айт. Тез бір күн берем, ертең таңертең түсте маған осы кабинетке келіңдер де 4 баланы да әкеп беріңдер, маған не болатынын сөйлесейін олармен. Жарайды. Бір күннің ішінде тауып көреміз, сөйлесіп көрермін. Сау болыңыз, бір күн хотя бы уақыт бергеніңізге. Бол енді, тез табыңдар. Олар бірдеңкеге арамда қалса, біз кінәлі боламыз ғой. Мына грамота не үшін? Біз осы ең үздік жетімдер үйі деген нені грамотаны жеңіп алдық емес па? Тез табыңдар. Жақсы. Қандай қуаныштымын. Осындай күшті жерлерде жүргеніме қатты қуаныштымын. Я, енді жұмыс іздейміз бе? Я, жұмыс іздейік. Білмеймін, қазір осы жақтардан іздеп көру керек. Сол қазір бізді жұмысқа алса жақсы болатын еді. Я, жұмысқа алады ғой, онсыз да білемін мен. Оларға жұмысшы керек екенін. Жарайды, біз жан-жаққа шашырайық та, сосын жан-жаққа шашырайық, одан кейін қалай шашыраймыз? Жан-жақтарға барып, андай не жұмысдар іздеп келейік та, сосын қайтадан осы жаққа жиналайық. Осы жаққа жиналған кезде айтамыз бір-бірімізге, жұмыс таптық па, таппадық па? Аха, жақсы, онда мен аяққа барам, мына жаққа барам, ал мен аяққа бара саламын, онда маған осы жол қалыпты, яғни мен осы жаққа барамын. Мына мейрамханаға кіріп көрейінші, бірдеңке керек пе екен? Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Мінекей кіріңіз, сізге әрқашан есігіміз ашық. Жоқ, мен тамақтануға келген жоқпын. Енді не үшін келдіңіз? Сізге тамағымыз ұнамай қалды ма? Не ұнамай қалды, айтыңызшы. Жоқ, бұл қатты тәтті деген магазин ғой, Я, қатты тәтті ғой бұл. Бұл жерде барлық күшті японикалық панкейктер пісірамыз. Жақсы екен. Сіздерге жұмысшы керек емес пе? Жұмысшы білмеймін, мен қазір бастықты шақырып көрейін. Сіз жұмысқа келдіңіз бе? Я, жұмысқа келдім. Сіз әлі кішкентайсыз ғой, сізге болмайды. Сіздің ата-анаңыз ұрсуы мүмкін. Жоқ, мен бәрібір қатысқым келеді. Мен қатысам дедім бе? Қатысамын, ата-анам рұқсат етеді. Қайдан білсін ата-анам жоқ екен. Жарайды, қазір онда мен бастықты шақырып келемін. Жарайды, күтемін. Бастық, сізге бір қыз келіп тұр, анандай жұмысқа тұруға. Не, жұмысқа тұруға? Ой, қазір көрейінші списокты. Қазір список так. Кстати,
ыдыс жууга bir kız керек. Я сол bir кішкентай қыз әйтеуір. Мен кішкентай қыздарды алмаймын жұмысқа. Олардың ата-анасы кейін ұрыс шығарады. Жоқ, ол бәрібір де қатқысы келеді екен. Ол ата-анасы рұқсат етеді екен. Ой, жарайды. Қазір барып көрейінші. Сен қыз ба, андай жұмысқа тұруға келген? Менмін. Андай жұмысқа тұруға бола ма сізге ыдыс жууға? Ой, сен шамалы қатты кішкентай емес екенсің, бірақ та сені ата-анаң ұрыспай ма? Тұра тұр, сені бір жерден көрген сияқтымын. Жетімдер үйіндегісің ба сен? Жоқ, мен жетімдер үйіндегі емеспін, ешкім. Тұра тұр, сен соған ұқсайсың. Сіз жоқ, қойыңызшы болды. Мен жұмысқа тұруға келдім. Ой, жарайды, мен сені біреумен шатастырып тұрған шығармын. Аха, жарайды онда. Алайын енді, ата-анаң ұрыспай ма точно? Жоқ, ұрыспайды дедім ғой. Мен өзім жалғыз тұрып жатырмын. Ойбай, өзің кішкентай болып өзің жалғыз тұрып жатсың ба? Я, бола ма жұмысқа тұруға? Я, болады. Қазір мен саған ол бірақта күнде көп жұлдыз жуу керек. Прям көп шыдай аласың ба онда жұмысқа? Я, шыдай аламын. Күніне қанша теңге табамын? Күніне емес, айына табады ғой адам деген. Айына 50 мың теңге берем, жете ма? Вау, 50 мың ба? Жетеді. Аха, қазір-ақ жұмысты басып кетуге бола ма? Әрине басып кетуге болады. Жүр кеттік, мен саған жұмыс істейтін орынды көрсететін боламын. Сенің жұмыс жасайтын орның мына жақтан қолмен жуасың, ыдысты қолмен жуасың, ал прям қолың уақыт жетпей жатса, онда мына жаққа ыдыстарды сала саласың, бұл жуып береді ыдыстарды өздері. Сол, одан кейін бүгіннен айтпақшы, мен айта салайын, бүгіннен бастап емес, ертеңнен бастап келесің, түсіндің ба? Сіз жаңа ғана бүгіннен бастап дедіңіз ғой. Ой, шатасып кетіппін. Бүгін емес, бүгін біздің қатты тәтті негізінде кішкене қазір жабылатын уақыт болып қалды. Бәрібір адамдар келмейді қазір. Одан кейін қазір айтайын. Ертең таңғы 8-ден келесің, кешкі 8-де қайтасың, түсіндің ба? Не? Сонда таңғы 8-ден бастап кешкі 8-ге дейін ыдыс жуамын ба? Я. Жарайды онда. Таңғы 8-ден бастап кешкі 8-де дейін не істейсің, короче? Ыдыс жуасың, сол жұмысқа тұрдың ғой точно, я? Я тұрдым. Атың кім сен қыздың? Менің атым Кәусар, айтпақшы ұмытып кетіппін, Кәусар. Аха, ата-анаңның аты кім? Айтпай қояйыншы. Просто жұмыс жасасам болды ғой. Ой, жарайды, Кәусар дей салам. Фамилияң қандай? Фамилиям жаз айтпай қояйыншы. Просто Кәусар дей салаңыз. Жарайды. 50 мың теңгені дұрыс алуың үшін дұрыс ыдыстарды жуу, андай бізде бір ыдыс жуушы келген алдында, сол кезінде сол ыдыстарды шайқамаған ғой, содан анандай үстіне панкейки салып жібергенбіз ғой, содан анандай мына тәтті деген магазин жаман екен, анандай ыдыстарынан Феридің иісі сасып тұрады демесін, түсіндің ба? Дұрыстап жуу, аха. Я, дұрыс. Мен кішкентай кезінен бері ыдысты күшті жуамын ғой. Жарайды, онда мен кеттім, басқа жұмыстарым да бар. Аха, жарайды, жұмысқа алғаныңыз үшін рахмет. Я, мен кеттім. Мәссаған, мына жақтан егіп солай жасасам болады ғой. Көрейінші. Сәлеметсіз бе? Я, сәлеметсіз бе, не болып қалдым? Сәлеметсіз бе, мен анандай осы жаққа жұмысқа тұрғым келеді. Не жұмысқа? Сен әлі кішкентайсың. Жоқ, мен сені аламаймын. Кешір, бірақ та сен мынандай қара жұмысқа, андай жұмыс істеуге сен шыдай алмайсың, короче. Мен сені алмаймын жұмысқа. Туй, алыңызшы енді. Мен енді алғым келеді. Ой, жұмыс істегім келеді дегендей. Не болды, атанаң жұмыс істемей ма? Болды қойшы, атанаң рұқсат тағы да бізге. Жоқ, мен істей аламын деймін. Жоқ, алмаймын сен жұмысқа. Негізі бастық мен емеспін, бірақ та бастық ана жақта тұр, бір қыз бастық. Шашы вира. Андай, содан сұрақ, сол бастық негізі, бірақ мен сені алмайтын едім жұмысқа. Онда сіз бастық емес болсаңыз, не үшін маған жұмысқа алмайым дедіңіз? Ой, қазір мен бастыққа барып келейін. Вира деді ғой, анау шығар бастықтары. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, не болып қалды? Не, мен осы жаққа жұмысқа тұрайын деп едім. Не? Жоқ, мен сені аламаймын, сен бұнда қара жұмысқа, өсімдіктерді өсіруге сенің шамаң жетпейді.
Бірақ та сен бұндай жұмысқа тұруың үшін экзамен тапсыруың керексің, потому что бұл жақта өсімдіктердің қыр-сырын білу керек. Мына жақта жұмыс істеп жатқанның барлығы экзамен тапсырып, сосын андай не өсімдіктердің қыр-сырын біледі. Ал сен білесің бе? Я, білемін. Ал айтшы, өсімдіктер жасушасы мен ана жануарлар жасушасының айырмашылығы неде? Өсімдіктер жасушасы? Не? Жасуша? Ол не тағы? Сен даже жасуша деген не екенін білмейсің. Значит, сен өсімдіктер туралы дым білмейсің. Ал айтшы, фотосинтез дегеніміз не? Бұл не? Вообще түсінбедім. Көрдің ба, сен айттым дым білмейсің деп. Болды, баршы, көп сөйлемей. Мен аяқта барлығына қарап тұрмын. Болып барса шенді? Жарайды. Бір қандай жұмысқа барсам болады енді? Мұны вообще алмайды. Өсімдіктердің қыр-сырын білу керек па не? Йо-май. Я, сәлемесің бе, не болды? Мен сізге жұмысқа тұруға бола ма? Не жұмысқа? Жоқ, сен кішкентайсың. Не істеп тұрсың сен? Жоқ, болмайды. Жоқ, бұл негізінде мен кішкентай емеспін. Кішкентаймын, бірақ та жұмыс жасай аламын, пожалуйста. Мен жұмысқа алыңызшы. Так, не істей аласың сен? Не істеу керек? Мына жақта жануарлар бар, соның үстін тазалап, жуып, сөйту керек, короче. Я, мен жасай аламын, жануарларды жуындыруды жақсы білемін ғой мен. Бірақ та олар сен қауіп істеп алса ше, тырнап алса, мысықтар тырнайды кейбіреулері. Анада иттер тез жынданып, бір жерін дұрыс жумай қалсаң, болып біттің. Жоқ, жасайым, осы жұмыс жасайым. Күніне деген жоқ бізде, айна бізде сонда 50.000 табасың тұрсың. 50.000 нормально деп ойлаймын, 50.000 деген ақша. Жарайды. Атың кім сенің? Менің атым Ержан. Фамилияң кім? Фамилиям жоқ менің. Не? Құмаш, сонда атаның жоқ па сенің? Я. Жарайды. Онда келсем. Мержан. Айына 50.000 деп жазып қойдым. Енді ертең таңғы 8-де кел, кешкі 10-да қайтасың. Таңғы 8-де келесің да 12-де қайтасың. Түнгі 12-де ма? Жоқ, түскі 12-де. Түскі 12. Сонда мен кет қалғаннан кейін жануарлар не істейді? Сен кет қалғаннан кейін тағы да бір жұмысшым бар, ол 12-де келеді да, кешкі 8-де қайтады. Ол жануарларды ойнатады. Мен жануарларды ойната салайыншы? Жоқ, жануарларды ойнату үшін 1 жылма үйрену керек, олар сені тану керек. Ал біздің жұмысшымызды 1 жыл бойы таныған ғой, содан ол ойнай алады онымен. Бірақ та сен танымайды, сен ойната алмайсың сен оларды. Сол үшін үстілерін тазалап жүре бер. Жарайды, сонда таңғы 8-ден 12-ге дейін істеймін ғой, Аха. Жарайды, сау болыңыз, ертең 8-де келемін. Сосын бар ғой, анандай үстіндегі сияқты гүл сондай, таза киімдеріңді кимей қой, кір бір киім, ескі қысқы киім киіп кел. Олар сенің үстіңді тұрып балшық қылып мүмкін. Сол кезде сенің киімдерің кір болып қалады. Аха, жақсы. Жарайды, сау болыңыз, рахмет өте көп. Сәлеметсіз бе? Я, сәлеметсің бе? Мен сізге жұмысқа тұруға бола ма? Жоқ, болмайды, кет бар. Мен өзім ақша жасай аламын. Саған жұмысқа тұрсам, сен саған ақша беруім керек. Мен ақша беруім емес. Болды, кетші бар. Ой, жарайды. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Я, сәлеметсің бе? Не болып қалды балам? Не керек? Мынандай пончиктар берейін ба, торт берейін ба, кекс берейін ба, не жеген кеп тұр? Жоқ, мен сізге жұмысқа тұрайын деп едім. Жұмысқа? Маған жұмысқа тұрасың ба? Ойбой, маған жұмыс керек, я. Маған жұмысқа тұра қойшы, маған жұмысқа тұр. Мен саған күніне 1000 теңгеден беріп тұрам, күнінде 1000 теңге берем саған. Мәшін ба, қуаныштымы шынымен де мен жұмысқа аласыз ба? Я, жұмысқа аламын. Не істейсің сен маған жұмысқа тұрып? Сізге андай адамдар мынандай маған беріңізші дейді, сол кезінде мен соларды алып барып беремін. Сосын олар маған ақша береді. Сол ақшаны сізге берем. Сол ақшаның жартысын маған, жартысын өзіңізге аласыз. Шын қойнау, күшті қойнау. Күшті. Жақсы, қазірден бастап жұмыс істей берші. Жоқ, қазір емес, ертең келейінші жұмысқа. Сен алда кетпейсің ба мені? Сен ертең келем деп мені алда кетпейсің ба? Жоқ, алда кетпеймін, шын айтамын. Сіз осында күнде жұмыс істейсіз бе? Я, күнде жұмыс істеймін ғой, мен саған күнде жұмыс істеймін. Күнде осы жақта жұмыс істеймін мен. Таңғы осы жаққа 8-де келемін да,
Сосын 12-де кет қаламын. Одан кейін 12-де кет қалғаннан кейін болды, солай. Сонда сіз 12-ге дейін ғана жұмыс істейсіз ба? Я, 12-ге дейін ғана жұмыс істеймін ғой. Ладно, онда 12-ге дейін жұмыс істесек, 12-ге дейін жұмыс істейік. Сол онда енді мен ертең таңғы 8-де сізге осы жаққа келемін. Сол кезінде сіз осы жақта болыңыз, я? Я, боламын. Мәссаған, маған жұмысқа тұрғаның үшін мен саған не берейін, айтшы, не берейін? Шын ба, маған бірдеңке берейін деп тұрсыз ба? Бесплатно берейін деп тұрсыз ба? Я, бірдеңке берейін. Айфон беріңізші онда. Ой, жоқ, өзім айфонға ақшам жетпей жүрсе. Жарайды, онда мен торт ала салайын. Торт па? Жарайды, торт мен соңғы тортым еді, жарайды. Мына тортты берейін саған. Міне саған торт, мінекей. Рахмет өте көп. Мен қатты қуаныштымын, сізді қатты жақсы көремін, сіз менің енді туған апамдай болып кеттіңіз. Ойбай, шын ба? Менде немере де жоқ, бала да жоқ, менің балам болып болса жарайды. Онда мен кеттім. Сау болыңыз, ертең таңғы 8-де уәде берем. Келем дедім ба, келем. Жақсы, мен онда аяқтап саудамды жасап тұрайын. Сау болыңыз, рахмет өте көп.